Баршаңызға сәлем. See into the Future'ге қош келдіңіздер. Менің атым Джонни Чанг. Мен Oppo орталық және шығыс Еуропа аймағына жауаптымын. Бүгін сіздермен аймақтан бөлек жақсы жаңалықтармен бөлісетіме қуаныштымын. Oppo саяхатын 2004 жылдан бастады. Сол кезде де біз әлемдік бренд болуды мақсат еттік. Бүгін Oppo ақылды құрылғы шығаратын әлемдегі жетекші компания. Өзінің дизайнімен және инновациясымен әйгілі. Осы жылдың басында Oppo Қытайда смартфондар арасында бірінші орынға ие болды. Ал Еуропада біз қазір 180%-ға дейін өсу деңгейімен үздік 4 брендтің бірі болып табыламыз. Қазіргі таңда біз орталық және шығыс Еуропа аймағындағы 11 елдің қатарына, соның ішінде Польша, Румыния, Түркия, Ресей және басқа да көптеген маңызды еуропалық нарықтарға кіріп дамып келеміз. Өз бизнесімізді ұзақ мерзімді және тұрақты түрде дамытуға сенеміз. Осылайша, біз биыл Еуропадағы алғашқы өндірістік операцияны Түркия мемлекетінде бастадық. Бұл қондырғы тек монтаж, жинау ғана емес, толыққанды өндіріспен айналысады. Және Түркия азаматтарына 800-ден астам жұмыс орнын ашып, жергілікті экономиканы қолдап, жеткізілім тізбегінің мүмкіндіктерін арттырдық. Сондай-ақ аймақтағы Oppo смартфондары мен IoT өнімдерінің сапасын барынша жоғары деңгейде ұстау үшін Румынияда еуропалық тестілеу орталығын құрдық. Аймақтағы инвестициялар мен әрекеттер өсуімізге қалай әсер еткенін анықтау үшін өз саламыздың жетекші талдаушыларының бірі Canalys компаниясынан Бен Стентонды қарсы алғым келеді. Қош келдің, Бен. Сәлем, Джонни. Осы жерде болуға қуаныштымын. Canalysте біз смартфондар шығаратын компанияларды бақылаймыз. Ал Oppo бұл біздің саладағы ең үлкен жетістікке жеткендердің бірі. Соңғы жылдары ол дамушы және дамыған нарықтарды қамтитын әлемдік жетекші технологиялық брендке айналды. Ал Еуропада оның әсері тіптен ерекше. Canalys деректері көрсеткендей, осы жылдың басында Oppo Еуропадағы смартфондардың алғашқы төрттігіне кіріп, соңғы 90-да 2 миллионға жуық смартфон жеткізді. Бұл жылдық өсіммен салыстырғанда 163%. Дегенмен, Oppo Еуропаға бірнеше жыл бұрын ғана келген жас бренд. Сондықтан ол нарықтағы жетекші орынға қалай қол жеткізді? Тиынның бір жағында еуропалық тұтынушыларға шынайы инновация келетін көптеген бағалар диапазондағы құрылғылар орналасқан. Ал екінші жағында Oppo әрекеттері мен ниеті. Еуропа шығыстан батысқа қарай серпінді және бәсекеге қабілетті нарық. Бұл жердегі тұтынушылар әлемдік деңгейдегі камерасы бар жетекші дисплей мен үлкен батареясы бар смартфондарды қалайды. Олар тағы бір нәрсені қалайды. Ол сенімді бренд. Жергілікті инвестиция жасайтын компанияны қалайды. Олар компания қызметкерлерінен жергілікті таланттарды, еуропалықтар да осыны қалайды. Біздің сатушылар, біздің телекоммуникация компаниялары үлкен ескі брендтердің шайқалуына және жаңаруына көмектесетін сенімді брендтердің келуін қалайды. Oppo өміршең, сенімді, беделді, инновациялық таңдауды ұсынады. Ал таңдау неғұрлым көп болса, соғұрлым тұтынушыларға жақсы болады. Менімен бірге болғандарыңызға көп рахмет. Oppo'да қандай жақсы жаңалықтар болатынын асыға күтемін. Рахмет, Бен. Біздің өсуіміздің себептерін түсінудің кілті Oppo'ның ерекшелігінде. Ал ДНК-мыздың жүрек соғары жаңашылдық. Ел қалайтын инновацияларды жасап келеміз. Өте жылдам зарядтаудан бастап, керемет фотосуретпенен қуатты 5G қосылмына дейін. Бізге жаңа буын смартфондарының тәжірибесін жасауға мүмкіндік беру үшін күш жүгерімізді 4 негізгі бағытқа жұмылдырамыз. Oppo'да қазір 6 ғылыми зерттеу институты, 5 зерттеу және даму орталықтары, бүкіл әлем бойынша зерттеулер мен әзірлемелерінде 10 мың қызметкерлер. Бұл біздің барлық қызметкерлеріміздің тек 25%-ын құрайды. Бірақ біздің инвестициялар осымен бітпейді. Біз 5G, 6G, AI, AR және басқа да шекаралық технологияларды дамытудан басқа аппараттық, бағдарламалық қамтамасыз ету, дизайндағы жаңа негізгі технологияларды дамытуға $7 миллиард дейін инвестиция саламыз. Oppo'ның болашағы адамдарға қажет мүмкіндіктер мен мол тәжірибе беретін қуатты инновациялар мен жаңа идеяларға негізделеді.
Oppo'ның 65 мыңнан астам патенттік өтінімдер беріп, бүкіл әлем бойынша 30 мыңнан астам патент алды. Нәтижесінде, Oppo қазір дүние жүзілік зияткерлік меншік ұйымының мәліметтері бойынша әлемдегі ең үздік 10 патенттік ынтымақтастық туралы шарт сүзгісінің қатарына кіреді. Және 2021 жылы жарияланған 5G патенттелген отбасылардың саны бойынша 10-дыққа кіреді. Oppo сонымен қатар 2500-ден астам, соның ішінде интеллект, компьютерлік көру, сөйлеу технологиясы және машиналық оқыту саласындағы жаһандық патенттік өтінімдер берді. Бұл жаңашылдықтар біздің өнімнің дамуы мен клиенттерге бере алатын қызықты тәжірибені белсенді түрде қалыптастырады. Жаңашылдықтарды шындыққа айналдыру бұл Oppo'ның мақсаты. Өткен жылы негізгі технологияларды дамытуда таңғаларлық жетістіктерге қол жеткіздік. Ол Oppo X 2021. Oppo'ның шексіз смартфондар дисплейлерін үнемі зерттеудегі соңғы жетістігі. Сонымен қатар, AR көзілдіргімен сандық тәжірибеге енуі. Ақырында смартфондарға арналған экрандағы камераның жаңа буыны, экраны мен камераның кескін сапасының арасындағы тамаша тепе-теңдікті ұсынуы. Бұл жетістіктер жыл сайынғы InnoDay іс-шарамызда көрсетіледі. Жаһандық үлкен қызығушылыққа сүйене отырып, биыл жаңа техниканы жасаудағы соңғы жетістіктерімізді көрсеткіміз келеді. Біз Inno 2021 күнінде сіздердің көпшілігіңізді көруге үміттенеміз. Oppo'ның жаңа идеялар мен инновациялар біздің сала дамыған сайын қажет екенін түсініп келеміз. Бүгін орталық және шығыс Еуропадағы Oppo үшін жаңа дәуірдің басталуы. Келесі 5 жылда біздің мақсат қуатты аппараттық құралдарға, интуитивті бағдарламалық қамтамасыз ету, дизайнның қауіпсіздігі мен беріктігіне негізделген ең жақсы тұтынушылық тәжірибені ұсына отырып, смартфондар нарығының үздік үштігінің бірі болуы. Біздің жаңашылдықтар адамдардың өміріне нақты пайда әкелгенін қалаймыз. Олардың шығармашылық қабілеттерін көрсетуге және ең маңызды нәрсеге қосылуға мүмкіндік бергіміз келеді. Осылайша, біз адамзат үшін озық технологиялар мен әлемге мейірімділік туралы өзіміздің брендтік уәдемізді орындай аламыз. Бұл біздің жаңа модель Reno 6 сериясын дамытуға енгізген ақыл ой. Қазір мен Oppo'ның Еуропадағы өнімдерді басқару бөлімінің бастығы Арнеге сөз беремін. Ол сізге Reno 6-ның несімен ерекшеленетіні және ол аймақтағы адамдарға смартфонның қалаған тәжірибесін қалай беретіні туралы көбірек айтып береді. Көп рахмет. Сәлем, менің атым Арне Херкельман. Мен Oppo'ның Еуропа өнімдерін басқару бөлімінің жетекшісімін. Менің міндетім адамдарға жаңа өнімдер мен тәжірибені жеткізу. Бүгін мен мұнда Oppo Reno 6 жаңа сериясы туралы айтып беруге келдім. Соңғы камералық инновацияларды трендті дизайнмен үйлестіре отырып, Reno сериясы бүкіл әлемдегі тұтынушылар үшін үлкен сұранысқа ие болды. Біз мақтанышпен айтамыз. Бүгінде Reno сериясы әр ай сайын әлемнің әр бұрышында 200 миллионға жуық естеліктер түсіретін 70 миллионнан астам авторларға мүмкіндік береді. Қысқа видео платформаларда біз жас авторлар мен әлеуметтік әңгімешілердің кез келген жағдайда нақты бейне түсіруді ғана күтпейтінін көреміз. Олар өздерінің жеке ерекшеліктерін, жеке бастарын және шығармашылық қабілеттерін көрсететін жолмен жасағысы келеді. Oppo осы дамып келе жатқан қажеттіліктерді қанағаттандыру үшін бейнелеу технологиясындағы инновациялар бойынша үнемі жұмыс жасайды. Міне, біздің пайдаланушыларға одан да күшті бейне мүмкіндіктер мен теңдесі жоқ шығармашылық құралдарды ұсынатын Reno 6 сериясы келді. Oppo'да біз әр эмоция портретке лайық деп санаймыз. Ал бүгін Reno 6 сериясымен біз бұл сенімді шындыққа айналдырамыз. Камераның мүмкіндіктерін жақынырақ қарастырып, көбірек білейік. Ол сенсордың өлшемі,
HDR мүмкіндіктері және фокустау өнімділігі бойынша керемет мүмкіндіктерді қамтиды. Барлығымыз білетіндей, жарықтың жеткілікті мөлшерде түсуі, әсіресе қараңғы түнгі уақытта айқын суреттерді жазу үшін өте маңызды. Кескін сенсоры неғұрлым үлкен болса, соғұрлым жарық түсіре аламыз. Әрине, автофокустың керемет қуатты мүмкіндіктерінің арқасында. Сіз оны қадағалау үшін камерадағы бейнені 2 рет басып, түсіріліп жатқан адамның фокусы керемет болатынына сенімді бола аласыз. Кәсіби камерамен бұрын түсірген кез келген адам кескіннің таяз тереңдігі, яғни боке туралы біледі. Көздің жауын алатын шамдар фонда арман тәрізді шарларға айналады. Бұл бейнені ерекше етіп көрсетуге болатын жұмсақ кенеппен қамтамасыз етеді. Бұл көрерменнің назарын осы тақырыпқа аударуға және эмоциялар мен көріністерді жақсартуға көмектеседі. Бұл таңғажайып бейнені және фонды құрайтын әдемі боке шамдарын қараңыз. Сіз оны түнде немесе қараңғы жерде кез келген жарық фонында түсіретін болсаңыз да, фильмге ұқсас әсерлер жасау үшін пайдалана аласыз. Бұл таңғажайып бейнелердің сырын білгіңіз келе ме? Bokeh Flare Portrait Video DSLR мен салыстырылатын саланың жетекші боке эффектісімен таныстырайын. Алдыңғы және артқы камерада қолдау көрсетіледі. Бұл сапа деңгейіне жету үшін бейнедегі әрбір кадр нақты уақытта жеке өңделеді. Біздің AI алгоритмі оқиға орнындағы объектіні дәл анықтап, оны фоннан ажыратады. Содан кейін бейнеу мен фон бөлек оңтайландырылады. Мысалы, адам бейнесін жарықтықпен оңтайландыруға болады. Сондықтан бет айқын және табиғи көрінеді. Фондық түрде біздің AI алгоритмдері кескіннің табиғи тереңдігін модельдейді және жоғары деңгейдегі боке әсерін беру үшін бокеде жарық нүктелерін көрсетеді. Содан кейін кескіндер бұрын үлкен диафрагма параметрлерінде кәсіби камераларды қолдану арқылы мүмкін болатын керемет портреттік сурет үшін қайта біріктіріледі. Бұл процесті қолдау үшін біз 10 миллионнан астам деректер нүктесі бар AI модельдерін үйреттік. Бұл әртүрлі сценарийлерді анықтауға және соған сәйкес боке әсерін өңдеуге көмектеседі. Сізге мыңдаған сурет есептеулері Bokeh Flare Portrait арқылы әр секунд сайын талдау жасап отырады. Енді біз бұл әсерді көзді ашып жұмғанша жасаудың қаншалықты оңай екенін көрсетейік. Сәлем Магда, сәлем Арна. Маған көмектескеніңіз үшін көп рахмет. Bokeh Flare Portrait қалай жұмыс істейтінін көрсетіп беруге рұқсат етіңіз. Тек функцияны іске қосайын және кеттік. Қалай болды? Керемет. Тамаша видео. Жазудың қаншалықты оңай екендігі таңғаларлық. Мысалы, мен кәсіби фотограф емеспін, бірақ бұл өте жақсы жұмыс істейді. Қолдау көрсеткеніңіз үшін көп рахмет. Оқасы жоқ Арна. Рино сериясы сонымен қатар стиль мен сәннің шекарасын игерумен әйгілі. Бас айналдыратын дизайнымен, ерекше түстерімен, инновациялық материалдарымен және әрлеумен. Біздің ойымызша, қазіргі кезде смартфондар тек коммуникация құралы емес, бұл сіздің талғамыңыз бен өзіндік стиліңізді білдіреді. Бұл жаңа келбетке шынымен сену үшін қарау керек. Әдемі және тегіс, жарқырауға қарсы және саусақ ізіне қарсы әйнек оны практикалық және берік етеді. Мұның бәрінің артында біз бүкіл әлем бойынша 20-дан астам патент алуға өтінім берген біздің әйгілі Oppo Reno Glow техникасының жаңа буыны тұр. Жаңартылған Oppo Reno Glow процесі үшін біз қардың табиғи құбылысынан шабыт алдық. Біз әйнекте 6 қырлы қар бүршігінің кристалдарын өсіретін процесті жетілдіре алдық. Арнайы жабдықпен түсірілген бұл суреттерде сіз қар бүршігі кішкентай микроскопиялық кристалдардан қалай өсетінін көре аласыз. Олар бірегей визуалды эффект жасайды. Көріп отырғаныңыздай, жаңа Oppo Reno Glow таңғажайып көрінеді. Жарқыраған мұз кристалдары сияқты. Осылайша ол өзінің атауын алды, арктикалық көк. Біз сондай-ақ Reno сериясына Oppoның өздігінен дамитын RAM кеңейту технологиясын енгіздік. Телефонның жедел жадында бос орын қалмаса, бұл жүйе ROM жадының бір бөлігін қысқа мерзімді жадқа айналдырады. Сонымен сіздің ойындарыңыз біркелкі, ал көп тапсырмалар жұмсақ болады. Өңірдегі бағаға қатысты сұрақтарға жауап бермес бұрын тағы бір жаңалықты айта кету керек. Oppo бұл смартфондардың бренді ғана емес. Сіз не істесеңіз де ең жақсы сезімдерді қамтамасыз ететін, күшейтетін эко жүйелерді құруға дайынбыз.
Өткен жылы Oppo Nordic Hi-Fi жетекші бренді Dynaudio мен теңделген Oppo Enco X құлақ қаптарын шығарды. Оның Hi-Fi деңгейіндегі аудио өнімділігі Oppo Enco X құлақ қаптарын бұқаралық ақпарат құралдары мен қолданушылардың үлкен бағасына ие болып, оны шынайы сымсыз дыбыстың сапалы белгісі деп таныды. Енді Oppo Dynaudio мен тағы да бірігіп, Oppo Enco Free 2 құлақ қаптарын теңестірді. Әр құрал мен әуенді табиғи түрде жаңғыртатын дыбысты жеткізеді. Олар 42 децибелге дейін есту түтігінің құрылымына шуды жоюды оңтайландыратын жекелендірілген белсенді шуды жоюмен келеді. Құлаққаптар сіздің есту қабілетіңізді тексеріп, жеке дыбысты күшейте алады. Сондықтан Oppo Enco Free 2 құлаққаптарындағы тыңдау тәжірибесі сізге ғана сәйкес келеді. Соңында Oppo Enco Free 2 жайлылықты жақсарту үшін толық жетілдірулерден өтті. Oppo Enco Free 2 құлаққабын киіп, көзіңізді жұмып және музыканы, оның эмоцияларын, тарихын, жанын сезініңіз. Тағы айтар көп нәрсе бар ғой. Мен дәл қазір Oppo'да болып жатқанның бәрі туралы көп сөйлесе аламын, бірақ кейбір нәрселерді күтуге тура келеді. Мен айта алатын нәрсе, біз Oppo'ның IoT портфелін кеңейтетін жаңа құрылғыны аяқтадық. Ол CE аймағында шамамен 2 айдан кейін қол жетімді болады. Содан кейін мен сізге қосымша ақпарат бере аламын. Әзірге осы, бізбен бірге болғаныңыз үшін және Oppo'ның ерекше өнімдеріне қызығушылық танытқаныңыз үшін үлкен рахмет айтамын.